Ұранға айналған Байбарақ батыр. 18 ғасырдың басы қазақ пен қалмақ арасындағы ауыр кезең. Сондай шапқыншылықтың бірінде әлі буыны қатпаған Байбарақ қалмақтардың қолына тұтқынға түседі. Тұтқында өткен жылдары Байбарақ бірнеше рет қашуға әрекет жасады, бірақ туған жерге деген сағынышын ешкім өшіре алмады. Оның қайсарлығы тіпті жауларын да таң қалдырды. Қалмақ батырлары жас жігітке біздің елде қал, мал береміз, үй береміз, өз адамымыз бол дейді. Бірақ Байбарақ елімді сатқаннан өлгенім артық деп жауап береді. Сонда қалмақ батыры, егер босатсаң, маған қандай алғыс айтасың дейді. Байбарақ, еліңді Байбарақ деп ұранда бір шауып кетер едім дейді. Қалмақ батыры оның батырына таң қалды. Алаша жұртының айбарлы батыры Сейтімбет. Жауға шапқанда ел Сейтімбет деп ұрандайтын. Байбарақ батырдың алдына келіп бір ғана өтініш айтады. Бір жорыққа ұраныңызды беріңіз. Шілденің аптап күні қалмақ ауылы бейқам жатты. Кенет даланы қақ жарып бір дауыс естілді. Ат дүбірі, шаң, айқай, жас батыр жауға қарай құйын болып ұшты. Қалмақ батыры қыр басына шығып тоқтады. Найзасын көтеріп жекпе-жекке шақырды. Байбарақ та атын бұрды. Екі батырдың арасында үздік орнады. Бір сәттен кейін дала тағдырын шешетін айқас басталды. Жекпе-жек аяқталды. Қалмақ батыры жерге құлады, бірақ Байбарақ жауын қорлаған жоқ. Ол тұтқындағы қазақтарды босатуды талап етті. Сол жорықтан кейін Байбарақтың есімі далаға кең тарай бастады. Жеңістен кейін Байбарақ Сейтімбет батырдың алдына қайта келді. Уақытша алған ұраныңызды қайтаруға келдім. Сонда Сейтімбет батыр, бүгіннен бастап Алаштың ұраны Байбарақ болсын дейді. Сол күннен бастап Байбарақ Алаша жұртының айбарлы ұранына айналды. Ұран тек сөз емес, ұран рух. Ал рухы өлмеген ел ешқашан жоғалмайды. Ұран болған есім ұмытылмайды.